Баршаңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен бала кездің тәтті естелігін қайта оятатын өте жұмсақ әрі дәмді лакомка дайындаймыз. Егер сізде осы дәмді сағынған болсаңыз, видеоны соңына дейін қарап бірге жасайық. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға жылы суымызды, жылы сүтімізді, қандымызды, тұзымызды салып, жақсылап араластырамыз. Енді үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, үстіне творожымызды салып және електен өткізілген ұнымызды қосып, қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр илеп аламыз. Неге қамырымыз осылай болып, қолға жабыспайтындай болып, жұмсақ болып иленді. Енді бетін жауып, жылы жерге қамырымыз көтерілгенше қойып аламыз. Мінеки қамырымыз әдемі болып көтерілді. Енді таразының көмегімен қамырымызды теңдей етіп 100-110 граммнан бөліп аламыз. Дөңгелетіп суалатып, барлығын бірдей қойып шығамыз. Енді бір-бірден алып, қолымызбен немесе оқтаумен қатты жұқа емес етіп, осылай жайып аламыз. Енді ортасынан бүктеп табамызға пергамент қағазын төсеп қойып аламыз. Қалған барлық қамырларды дәл солай қатты жұқа емес етіп жайып аламыз да, ортасынан бүктеп табамызға біртіндеп қойып шығамыз. Барлық қамырларымызды дайындап алғаннан кейін бетін жауып 5-10 минутқа қойып аламыз. Енді уақыт өткеннен кейін бетін ашып, осылай жұмыртқамызды жағып шығамыз. Дайын болған булочкаларымызды алдын ала қыздырылған пеште 180 градуста 25-30 минутта булочкамыздың беті қызарғанша пісіріп аламыз. Енді қайнатпалы кремін дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, қантымызды және жүгері крахмалын қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді үстіне жарты литр сүтімізді құйып, орташа отта пісіріп алатын боламыз. Мінекей осындай болып қоюланған кезде үстіне сары майымызды қосып, тағы да араластырып аламыз. Мінекей креміміз дайын болды, астын өшіріп суытамыз. Мінекей булочкаларымыз пісіп шықты. Енді бір булочкамызды алып, блендермен майдалап аламыз. Мінекей бізде осындай крошки дайын болды. Енді булочкаларымыздың ортасынан ашып, жаңағы дайындап алған қайнатпалы кремімізді жеткілікті етіп жағып алып, осылай шетіне де жағып, жаңа крошкамызға малып аламыз. Қалған булочкаларымыздың барлығын дәл солай ортасынан ашып, кремімізді жағып, жаңа крошкамызды жан-жағына сеуіп аламыз. Мінекей достар, осымен біздің бала кезде еске түсіретін жұмсақ әрі өте дәмді лакомкамыз дайын болды. Сізде міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер рецепт ұнаса, видеома лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын, келесі видеода кездескенше.